Саламатсыздар ма, оқушылар? Көңіл-күйлерің қалай? Жақсы. Керемет. Жақсы демалып келдіңдер ма? Иә. Ал көңіл-күйлерің жақсы болса, онда сабаққа дайынбыз ба? Иә. Кәне қол көтерейікші бәріміз. Ой, жарайсыңдар. Олай болатын болса, осы керемет көңіл-күймен сабағымызды бастайық. Жарай ма? Иә. Ал олай болатын болса, оқулықтарыңды, дәптерлеріңді ашып, сабаққа дайын отырамыз.
тізімде солай деп жазылған, бірақ беттің келмес қожа берген сөзі қысқартылып. Енді балалар қараңдаршы. Мәтін не туралы айтылған? Қожа туралы айтылған дейді. Енді кім туралы, иә? Енді қараңдаршы. Бұл жерде мәтінге ат қой дейді. Сендер қандай ат қоятын едіңдер мәтінге? Қожа дейді. Ал сендер қандай ат қоятын едіңдер? Қожа. Жарайсыңдар балалар. Негізі бұл кино болған, иә? Киноның үзіндісі беріліп тұр екен. Жарайсыңдар. Олай болатын болса, мына жерде қарамен жазылған сөздерді оқи қой. Уәлігінің тегім. Бұл жерде қандай айырмашылық байқап тұрсыңдар? Түбірі қандай бұлашы? Куәлік дегеннің. Болатын болса, балалар 32-ші жаттығу. Жаңағы былай істейміз. Көп нүктенің орнына, көп нүкте берілген жаттығуды қараңдар. Сол көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, көшіріп жазамыз. Бірінші, дәптерлерді ашып, күннің ретін жазамыз. Қазақтың бүгін неші? 12-сі, сынып жұмысы. Тақырыбымыз дауыссыз күннегі. Осылай жазамыз, 38-ші жаттығу көшіріп жазамыз. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып. Қолдарың талып кетті ма? Олай болатын болса, орныңыздан тұрып, сендікі сәтін жасап алайықшы. Кәне, ыңғайланып тұрып алыңдар. Ал енді біздің басымыз не деп сөйлейді? Қолымыз не деп сөйлейді? Сәлем деп сөйлейді. Иығымыз не деп сөйлейді? Саусақтарымыз не деп сөйлейді? Ал аяғымыз не дейді? Жарайсыңдар, сеніп қалыңдар ма? Енді қараңдаршы, 34-ші жаттығуда не берілген? 34-ші жаттығуда не берілген? Айтыңдаршы. Кәрпінен басталатын сөздерді жазуымыз керек, а? Кім жазады тақтаға? Жарайсыңдар. Әншім, кел ал. Мына жерде борды ал да. Мына жерде кәрпінен келетін бір сөзді жаз. Жазар, иә. Жазар. Жарайсың. Керемет. Қане қошеметтеп қой, ә? Екінші. Өте дұрыс. Жарайсың. Қандай сөйлейді қой? Раяна, кел ал. Қандай сөз жазасың? Жаз. Жарайсың. Әдемілеп. Жаза. Жарайсың. Отырамын. Тағы тұрмалайды. Ал балалар, бүгінгі сабақты енді қорытындылай келе. Қазір қандай біз дауыссыздығымызды өттік? Иә,